Ішкі істер департаменті хабарлайды. Қыркүйектің бірінен солтүстік қазақстандық полицейлер облыстық егін 2015 жедел алдын алу іс-шарасы аясында жұмыс істеуде. Осы күнге дейін астық құрлаудың 6, ауыл шаруашылық техникасының қосалқы бөлшектерін ұрлаудың, 10 жанар-жағармай ұрлаудың 6 фактісі анықталды. Орақ науқаны шаруалар ғана емес, полицейлер үшін де қауырт кезең. Басты міндет астық, ауыл шаруашылық техникасы мен жанар-жағармайдың қолды болуына жол бермеу. Бұл мақсатта аудандық ішкі істер бөлімдерінің барлық жеке құрамы, облыстық ішкі істер департаменті жедел бөлімшелерінің қызметкерлері, әкімшілік полицейлер және жұртшылық өкілдері жұмысқа тартылды. Во избежание хищения. Ұрлық фактілерін болдырмау мақсатында аумақта бейнекамералар орнатылған. 21 адам тәулік бойы күзетеді. 3 бекет қойылып, аумақтағы жағдайға бақылау жасайтын бір адам бекітілді. Соңғы уақытта астық ұрлау фактілері байқалмады. Біз полиция бөлімімен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасаймыз. Ішкі істер департаменті бастығының тапсырмасымен Қырман басындағы жолдар мен тұрақтарға, шекаралас учаскелерге бақылау жасайтын жедел топтар құрылды. Криминалды полиция басқармасының ақпаратынша, жедел алдын алу шарасының басынан бері астық ұрлаудың 6 фактісі тіркелген. Сонымен қатар ауыл шаруашылық техникасының қосалқы бөлшектерін ұрлаудың 10 фактісі, жанар-жағармай ұрлаудың 6 фактісі анықталды. Жедел алдын алу шарасын өткізу бойынша жұмыстардың жандандыру мақсатында қылмыс жасауды жоспарлап жүрген тұлғаларға криминогендігі жағдайға тұрақты түрде мониторинг жүргізіледі. Егін орағы кезінде астықтың сақталуын, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету және астық ұрлаумен байланысты қылмыстарды ашу мен тергеу бойынша шаралар қабылдау ішкі істер департаменті басшылығының бақылауында. Егін 2015 операциясын өткізуге 660-тан астам полиция қызметкері тартылған. Операция қазанның 15-іне дейін жалғасады. Самат Сапаралы, ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.